Ассаламағалейкум ардақта ғайын Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда жастар арасындағы 12-ші көкпардан ел чемпионаты. Ақтөбе қаласында өткен бұл чемпионаттың басқа чемпионаттардан өзгешелігі мұндағы жігіттердің жаңаруы, яғни әрбір командадағы, әрбір аймақтағы жігіттердің өз аймағының атынан қатысуы. Сонымен бүгінгі ойында сіздер тамашалайтын қос команданың бірі Шымкенттің Құлагер көкпар командасы. Дәулет Айтан бастайды ол команданы. Шымболат Айтуғанов, Әділет Мамыт, Жорабек Ақпаев, Бекболат Шекербеков, Тілеген Сүйіндік, Бақтияр Молдалы, Бекболат Смайыл, Сенімжан Ерман, Нариман Ертай, Бейбарыс Суыққар, Асқат Әбдірахман. Ал құлагерліктердің қарсыластары оңтүстік Қазақстан облысының көршісі десек те болады, Қайсар Қызылорда облысының көкпар командасы. Айдар Исраил, Ақылбай Еламан, Бердібек Жорабек, Нұргелді Жосибаев, Беделбай Жақыпбек, Нұрберген Тажмұхаммед, Нұрлыбек Асқаров, Жамал Меделбек, Данияр Сәдуақас, Ердәулет Берстем, Нұрболат Манат, Бағдәулет Ғаниова. Жалпы Құлагер көкпар командасының жетекшісі оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының депутаты, оңтүстік Қазақстан облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры Ғани Ахметбаев, ал команданың жаттықтырушысы Құлагер көкпар командасының ересектер арасындағы белді ойыншысы, өте талантты көкпаршы Нұржігіт Мырзабаев, ал Қайсардың жетекшісі Мақатаев Мырза, ал бұл көкпар команданы аталған Боранбаев жаттықтырады. Ортадағы төреші Ырыскелді Байтасов, ал Қапталдағы қырағы төрешілердің қатарында жүргендер Амандық Қарабаев, Бақытжан Кенжебеков, Наурызғожа Әмзеев. Мінекей Қызылорда облысы мен оңтүстік Қазақстан облысының арасындағы ойынды дәл осы төрешілер қадағалайтын болады. Міне алғашқы шабуылда басталып кеткен сыңайлы. Жорабек Ақпаев қой деймін шатаспасақ. Қазір жүйткіп дәл шеңбердің түбіне келді де кешіріңіздер, шеңберге салымды салып кеткен Жорабек Ақпаевты көріп отырмыз. Ойынның алғашқы минуты тамаша салым. Жарайсың, Жорабек 1995 жыл туған спортшы. Тұлпары Көкдауыл, оңтүстік Қазақстан облысының палуаны ойынның осылайша бірінші минутында керемет салым салып үлгерді. Өте тамаша ардақта ағайын. Қараңыздар, дегеннен ақ алғашқы шабуылда Жорабек Ақпаев осылайша оңтүстік Қазақстанның мерейін үстем етіп тастады. Әрі қарай тоқтақ болады дейтін ой жоқ, себебі Шымкенттің жігіттерінің баршасы да көкпар десе қос иығын бірден беретін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өте тартысты өнер көрсететін команда. Жалпы оңтүстік өңірге, дәл осы Шымкентке және Жамбыл облысына көкпардан теңелетін командалар аз. Дегенмен соңғы жылдары осы Қызылорда қатарға қосылып келеді. Өте тартысты бәсекелерді көріп жүрміз. Серкенің тақымға басулары, салым салғандағы ерекше әдістері, жалпы бір-бірімен түсінісіп командалық ойын көрсетуі, Серкені ұзатып жіберуі деген сияқты әдемі әдіс сайла тәсілдері соңғы уақытта Боранбаев Мырзаның жаттықтыруындағы бұл командалардың шыңдалып қалғанын көрсетеді. Міне оңтүстік Қазақстан облысының палуандары тағы да шабуылға шығуға бейімделген болатын, алайда біз нәтижелі шабуылды көре алған жоқпыз. Дегенмен де дәл қазір оңтүстіктің палуандары әлде болса Серкені командалық әріптестеріне бермей өз тақымдарында ұстауға тырысып бағуда. Мінекей қазір 5-ші нөмірдегі Бекболат Шекербеков тақымына Серкені басуға тырысып жатыр.
Мұндай жағдайда, яғни қиындық тудырған кезде мейлінше командалық әріптесіне бірлесіп ойнаған дұрыс. Командалық әріптесіне ұзатып, мінекей ойын алаңының сыртына шығып кету қаупі туған сәтте бірден еңкейтті жерге қоя салды Серкені. Осы жерден әрі қарай ішке қарай ұзатып кетсе, тақымға басып салым салуға ыңғайлы екені түсінікті. Сонымен Оңтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда облысының Қайсар және Құлагер атты қос командасының арасындағы ойын. Жалпы әзірге ойынның алғашқы минуттары ғана өтуде десек те, Оңтүстік Қазақстанның Құлагер көкпар командасы ойынның алғашқы минутында салым салып үлгерді. Сенімжан Ерман және Жамбыл Меделбек жекпе-жекке ортаға шығып, Серкеге таласқанын өздеріңіз көрдіңіздер. Алайда сызылған шеңбердің көлемінен шығып кеткеннен кейін барлық команданың мүшелері бірдей таласуға мүмкіндік бар. Сонымен тағы да оңтүстіктің шабуыл жасалды. Қандай, қараңыздар, қапыда қалдырып кетті қарсыласын. Алайда тағы да алдынан шықты. Қазір қызылордалықтардың қорғанысы мығым. Алайда Сенімжан Ерман қас қағым сәтте Серкені шеңбердің ішінен бір-ақ шығарды. 1996 жыл туған шабандоз ардақты ағайын. Ақбақай дейтін тұлпарды тізгіндеген екен. Сол Ақбақаймен ойынның 6 минутында есепті 2-0-ге жеткізіп отыр. Серке кіші шеңберден ойын барысында 3-ші рет басталып отыр. Алғашқысы ойынның бастауы болса, қалған екеуіне себепкер болған бұл оңтүстіктің салған қос салымы. Серке ойын алаңның сыртына шығып кеткен сыңайлы, төрешінің ысқырығы да естілді. Қазір ортада жекпе-жек сайысы болатын болады. Бұл көкпардың ережесіне сәйкес ортада 2 минуттық жекпе-жек сайысы өрбейтін болады. 2 минуттық деп айтудың себебіміз, Серкені 2 минуттың ішінде жерден көтеру керек. Егер қозғалмаған жағдайда, онда атты адамды ауыстыратын болады. Бірақ бұған Жорабек Ақбаев бұндай жағдайға соқтырған жоқ. Жекпе-жекке кіріскеннен ақ Серкені іле көтеріп жерден тақымға басып алып, қараңызшы, тіпті қарсыластарын елегісі де келмейді. Шіркін өзінің мықты екенінің, атының қырақ екенін көріп тұрғандай міне басып қазандыққа қарай келе жатқан еді, алайда қап. Қараңыздар, аттың сүрініп біткені бұл жерде кедергісін келтірді. Керемет салым болушы еді, ардақты ағайын. Өздеріңізде көрдіңіздер ғой, Жорабек Ақбаевтың шеберлігін қалай алып келе жатқан Серкен. Ой, аттан түсіп бала жылады, әй түсті ау. Қызылордалық балуан Серкеге ие бола алмай қалған жағдайға куә болдық. Бақтияр Молдалы Серкенің жерден көтеріп тақымға басып Шынболат Айтуғановқа ұзатты. Командалық әріптесі Шынболат Айтуғанов мінекей шабуылдың өтіне шыққан болатын, бірақ ортадағы төреші Ырыскелді Байтасов салым жоқ дейтін көрсетіп тұр белгіні. Төрешінің пәрменіне бағынамыз. Бізге көрінбегенмен төрешінің өзіне айдан анық көрініп тұрғаны белгілі жағдай. Бұл шеңбердің сызығы ортада әрі қарай бүкіл командалық ойын, яғни бұл
Қызылорда көкпар командасының алаңында жалғасатын болады және бұл жерде салым салуға мүмкіндік және салым ардақтар ағайын. Өте тамаша. Жорабек Ақбаев 1995 жыл туған шабандоз, астындағы Көктауыл дейтін тұлпармен Оңтүстік Қазақстан облысының пайдасына ойынның 10 минутында 3 салымды салды. Жалпы Көктауыл деп бұл атқа есімін ғана қойған, дегенмен түсі өзге екенін өздеріңіз де байқап отырсыздар. Сонымен кіші шеңберден басталады ойын. Серкені кіші шеңбер жатқан жерден көтеруге тиісті және ол 1 минуттың ішінде орын алу керек. Егер олай болмаған жағдайда бәсеке жекпе-жек сайысымен жалғасады. Мына Шымкенттік жігіттердің қарқынымен ондай жағдай орын ала қоймайтын шығар дейтін ойдамыз. Тағы басталды шабуыл, міне. 3-ші нөмірдегі Әділет Мамыт. Серкен тақымға басып, асықпай өзінен қайлы жайғастырып алды. Қараңыздар қалай. Командалық әріптестердің жауап, мінекей салым. Өте тамаша, керемет шеберлік, нағыз ойын ардақтар. Әділет Мамыт 1997 жыл туған. Астындағы тұлпары Бесқасқа деп атапты. Ойынның 11-ші минутында. Көп ұзамай ойынның 12 минуты өтті дәл қазір. Оңтүстіктегі жігіттер, яғни Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы 4 салым салып үлгерді. Қайтадан шабуылға көшетін тәрізді Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары. Жалпы жастар арасында мұндай ерекшеліктер бар. Ересектерде расымен де бір қарқынды алғаннан кейін сәл ғана арасында үзіліс жасап барып, тоқтап барып, қарсыласының шабуыл жасауына мүмкіндікті беріп барып, көбінесе тізгінді ұстайды, қайтадан қолға алады. Ересектер арасында көкпаршылар әсіресе. Алайда бұл жастарына ондайды байқап отырған жоқпыз. Бастапқы қарқын сонымен жалғасуда. Міне Сенімжан Ерман тағы да жекпе-жекте Серкен жерден көтеріп алды да Ақбақаймен шабуылға шығуға ыңғайланып тұр. Әркім бір-бір ойыншыдан алып Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары. Бәрі жауып жүр. Шабуылшыға мүмкіндік беріп жатыр шабуыл жасауға. Міне қазірде ағызып өзгеле жатқан сәтте. Бірақ сәл ғана епетейсіздеу қимылдаған тәрізді. Қызылордалық палуан аттың алқымымен қағып өте шыққан секілді. Өздік қолмен де итеріп аттан түсуіне көмектесіп жіберген екен. Алайда мұндай жағдайлар бәсеке барысында орын алады. Бұл кез келген түртік болған нәрсеге сызыла жата қалатын спорттың түрі емес көкпар. Сондықтан бұл жерде қанша аттан жығылып жатса да, ат тұяғының астында қалып қойып жатса да, жігіттер көп шағымданбайды. Керісінше намысты оятып алып, әрі қарай шабуыл жасап, одан сайын қызықты көкпар ойынын көрсетуге барын салады. Әрине қатты жарақат алып қалған жағдайда болмаса, оның үстіне жалпы Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы дәл осы көкпар бәсекесінде керемет жарақат алып, ойынға жарамсыз болып қалған спортшылар жоқ. Сондықтан да мұндағы епті жігіттер, текті жігіттер соның барлығына дайын болып келеді, былайша айтқанда.
және қазақта жақсы сөз бар, жығылсаң аттан жығыл, жалын төсейді дейді. Сондықтан жайлы жануар болғандықтан, ұлтымыз үшін қастерлі жануар болғандықтан, аттың ерінен сытылып түсіп қалу ешқандай көкпар үшін қиын дүние емес. Сондықтан мұндай жағдайлар әрбір ойынның барысында орын алып тұрады. Міне оңтүстік шынымен де қандай доданың арасы болмасын, жарып өтіп, әсіресе қарсыластарын алдап өтіп, ту сыртынан айналып кеп, атты оңға ойқастатып, солға ойқастатып, қараңыздаршы, бір айналдырып ап, шіркін-ай, тамсанбасқа амалың жоқ қой мынандай кезде. Қазір арасына сытылып шығып кететін сыңайлы және салым, ардақты ағайын. Бұл енді керемет қой. Мұндай салым бұрын-соңды болмаған деп айтуға келмес, дегенмен де көрген көзге оттай басылатындай екен. Мұның авторы Бекболат Шекербеков. Жарайсың Бекболат 1998 жылы небәрі туған спортшы. Астындағы тұлпарын Байғасқа деп атапты. 17 минутта салым салды, ардақты ағайын. Қарайлай отырыңыздар, және қандай салым десеңші. Бүткіл қарсыластарының арасынан сытылып өтіп, барынша өзінің шеберлігін көрсетті. Өте тамаша. Қызылордалық жігіттердің қорғаныстан қолы тимей жатыр. Оның өзінде де мардымсыз. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары Қазақстанның көкпар командасы ұлттық құрамасы. Көшпенділердің ойындарында ақш құрамасымен ойнағандай ойын көріп отқан сияқтымыз ағайын. Себебі қызылордалықтар қорғанды жартып жатқан жоқ. Шабуыл тұрмақ. Мінекей, қасқағым сәт. Дәл шеңбердің түбінен бір-ақ шығады қазір. Шымкенттің балуаны. Әділет пе екен? Иә, Әділет Мамыт. Қараңыздаршы, қалай алықпайды? Аттың алқымымен қалай жұмыс істейді? Аттың тынысымен қалай жұмыс істейді? Және тіпті шеңберді бос қалдырып қойды қызылордалықтар. Жарайсың, Азамат. Әділет Мамыт 1997 жыл туған шабандоз. Тағы бір таныстырып кетейік. Астындағы тұлпары Бесқасқа. Ардақты ағайын. Ойынның 19 минутында салым салды. Яғни бірінші кезең аяқталуға жақын. Қазір бір ғана төрешінің осы ысқырығы бүгінгі ойынның соңғы шабуылы болуы мүмкін, яғни бірінші таймдағы. Дұрыс түсініңіздер. Бірақ ол нәтижесі аяқталып қалуы мүмкін, себебі уақыт тым аз қалды. Тағы да Шымкенттің жігіттері серкен тақымға басты. Құдды бір команда керек пе, әйтеуір шыға салған сияқты болып ойын көрсетіп тұр. Әрине ондай жағдай емес, бірақ бап шабыма, бақ шабыма дейтін қазақтың ұрпағымыз ғой. Десек те мұндай айтулы республикалық бәсекелерге, абыройлы турнирлерге, басты чемпионаттарға еліміздегі өте мықты дайындықпен келу керек сияқты. Осы ойыннан түйгеніміз осы болып тұр, ардақты ағайын. Қазір оңтүстік Қазақстан облысының балуандары соңғы секундтардың өзін текке жібермей шабуыл жасауға барын салуда және нәтиже шығарғысы келеді. Қараңыздаршы, қалай тоқтап қала салады аттар. Төрт аяққа тұра қалады бірден. Міне, қызылордалықтардың қорғаныстары енді күшейемі деген кезде соңғы сәттерде қараңыздаршы, аттың жылдамдығы қалай тартса тізгінді солай бұрала кететіні, шіркін-ай, қалың доданың арасынан жарып өтіп бара жатқаны бәрі қуантып тұр ағайын. Міне қазір тастай ма екен? Жоқ, өтіп кетті. Және салым салуға ыңғай жасаған еді. Десек те бұл салым
саналған жоқ, және бірінші тайм осылайша қорытындыланған сияқты ардақтар ағайын. Екінші кезеңде қызылордалық жігіттердің шабуылы мықты болып, таразбасын теңестіруге әрекет жасайды деген сенімдеміз. Ырыскелді Байтасов, міне сіздердің назарларыңызда ортадағы төреші. Осылайша алғашқы кезең аяқталды. 6-0 құлагер алдағы. Ортадағы төреші Ырыскелді Байтасовтың бұл сықырға ойынның екінші кезеңін баста дейтін пәрмен екенін білдіреді. Міне қызылордалық жігіттердің шабуылға кірісіп бастаған сыңайлы Айдар Исраил қазір. Қараңыздаршы, командалық әріптесімен бірге қандай әдемі шабуыл көрсетуде. Бірақ ыңғайлы баса алмай келе жатқан сыңайлы. Аттың тізгінінде шаруасы жоқ. Бастысы Серкен тақымнан шығарып алмаса болды деп келе жатыр. Қалай аяқталар екен? Оңтүстік Қазақстан облысының балуандарының қорғанысы өте мықты енді, қараңыздар. Тура қарсыласқа барып соғысатынын қарасаңыз. Қалың доданың арасында қалып қояды. Мұндай кезде сәлде болсын ту сыртынан айналып өте шығуға мүмкіндік жасау керек, және соған тырысу керек. Әлде болса жетекке алып жүр командалық әріптесі. Қазір тізгінді қолынан шығарып алған екен. Серкенінде айылық қалмаса болды. Бұл өте қиындау жағдай. Міне командалық әріптесі Серкен тақымға басып алды. Тура қалың додамен жарып шығып. Шіркін-ай. Жүйткіп барып шеңбердің түбіне. Еңкейіп тұрып Серкені тастай салуға қызылордалықтардың құлшынып тұрғаны түсінікті. Бірақ соған сәл ғана бір, бәлкім техника мекен, бәлкім күш бекен, бір дүние жетпейді. Осындайда Шерхан Мұртазаның біргем дүние дейтін есіңе түседі. Ортада жекпе-жек сайысы. Негізгі себеп Серкені ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Жекпе-жекке шыққан Жорабек Ақбаев, Ақылбай Еламан. Міне Жорабек Ақбаев, қараңыздаршы қалай Серкені жерден көтеріп алды. Тіпті оңай басады тақымға. Тақымға басып, ойын алаңның сыртына шығам дегенше, аттың тізгініне жабысып, одан бағытын бұрып, кәдімгі жаттығуда жүрген сыңайлы ойын өрнегін көрсетуде, жан-жағына байыппен қарап, кім қайда келе жатқанын көріп, кімге ұзатуға болады, болмаса кімнің қорғанысына сенуге болады деп қарап, пайымдап, одан кейін барып шабуылға басып жатыр. Міне қызылордалықтардың қорғанысы тасқамал болып жатыр. Қай жаққа қарай жүрсе, сол жаққа қарай келіп жатқанын көріп отырмыз. Бірақ қазір мүмкіндік бар сияқты, аттың тізгінін сәл ғана айналдырып жіберсе болды. Бірақ оған қызылордалықтар дес бере қояр ма екен?
Кайсардын жигиттери кайсарлыктарын танытууга тийиштүү ушул жерде. Әлде болса Серке Оңтүстүк Казакстан облусунун оюнчуларынын такымында Шымболот Айтугановго ауысты ғой деймін. Яғни командалық әріптесі ұзатып жіберді. Найза дейтін тұлпар міне Шымболаттың астындағы. Найза десең найза даяқ. Бір тізгін екі шылбыр тартаған кезде төрт аяқтап тұра қалады ғой шеркен жағы. Қараңыздар, шабысының өзі бір ғанибет. Міне, қалай алдап өтті. Тамаша салым. Сөз жоқ. Құлагер алға ұмтылып келет. Шымболот Айтуганов ағайын 1995 жыл туған шабандоз. Міне тұлпарым найза, Оңтүстік Қазақстан облысының палуаны ойынның 26 минутында осылайша салым салып отыр. Есепті 7-0-ге жеткізді. Есеп 7-0. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары. Таразбасын өз жақтарына аударғалы қашан. Қызылордалықтар есеп аша алмай кете ме деп қорқыныш пайда бола бастады. Бірақ оған жол бере қоймайтын шығар. Міне Оңтүстік Қазақстандықтардың кезекті шабуылы Нариман Ертай. Ертайдың Нариманын естер екен. Міне шеберлік ағай. Қараңыздар. Ту сыртынан айнала өтіп, қасқа күреңмен ар шауып, бер шауып, қызылордалықтарды қапыда қалдырып келіп жатыр. Және Серкені ортадағы шеңберге әкеп тастаған, алайда төреші бұны салым деп жаратқан жоқ. Өйткені шеңбердің сыртында қалып қойды. Бұл жерде Серке толықтай шеңбердің ішінде жату керек. Бір сирағы сыртқа шығып қалса болды, оны төрешінің өзі байқаса бітті. Шешім өзгертілмейді. Салым санамайды. Енді қазір қызылордалықтардың алаңында өздеріне тиесілі шеңбер бар. Сол шеңберде барлық команданың өкілдері бірдей Серкені жерден көтеріп шабуыл жасауға ұмтылатын болады. Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары бақтары мен баптары бүгін қатар шауып тұр. Үйренген жау атыспаққа жақсы деп, бұл екі облыстың жігіттері негізі бір-бірін білет, жақын. Ауыл аймақта ас беріліп, той думандарда берілетін жаппай көкпардың көбісінде бірдей болмаса да бас қосып жүрген азаматтар екені түсінікті. Қазір тағы бір салымның куәсі болдық, ардақты ағайын. Бұл салымды салған Бекболат Шекербеков 1998 жыл туған шабандоз екен, ардақты ағайын. Бекболат Шекербеков те тұлпарым бай қасқа деп атапты. Расымен де көлемді екен. Ойынның 29 минутында осылайша есепті 8-0-ге жеткізіп отыр. Шіркін-ай, қандай есептесеңізші. Серкенің кіші шеңберде жатуына 1 минут мүмкіндік бар. Егер 1 минуттан асқан уақытта онда ойын ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысымен жалғасатын болады. Мінекей. Шымкенттің балуандары. Дәулет Айтан. Миллион қара деп атапты. Астындағы
боз десекті көк қой енді. Көк десекті жарасатын сыңайлы тұлпарына. Бақтияр Молдалы. Енді бұл салым ғой, енді айтпаса да түсінікті. Бақтияр Молдалы 1998 жыл туған шабандоз. Мінекей астындағы сәйгілігімен ойынның 31 минутында есепті 9-0-ге жеткізіп отыр. Шіркін қандай есеп айырмасының ұзақтығын көріп отырсыздар. 0 дейтін есеп әрине жақсы емес. Дегенмен шымкенттіктердің де басты мақсаты жиналған қарсыластарын ойсырата жеңіп өздерінің мықты екенін тағы да бір дәлелдеу сияқты. Биыл жалпы 12-ші рет дәл осы жастар арасындағы көкпардан ел чемпионаты жалауын желбіретіп отса, соның 8-інде осы Шымкенттің балуандары ұтып алған болатын. Сондықтан әзірге бұл жігіттердің рекордын әлде жаңартқан ешкім жоқ. Жаңарту үшін ең азы 7-8 жыл керек. Оған дейін жан нәсіп. Бүгінде расменде айта кетуге және шүкір етуге тиіспіз. Барлық өңірде көкпар бәсекесі ақырындап болса да дамып келеді, қарыштап келеді. Сондықтан барлық өңірде осы ұлттық спорттың түрімен айналысатын жастар өте көп. Бұл бізді қуантады ағайын. Себебі ұлттық спорт ұлттың қуаты, ата бабасының дәстүріне, салтына бойын сіңіріп өскен ұрпақтан болашақта саналы адам шығатыны белгілі. Себебі ұлтын сүйген, елін қастерлеген азаматтар ғана бүгінде ел басқарып, кішіге ізет болып, үлкенге қамқоршы бола алатындай жағдайға жеткені белгілі. Сонымен оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің тақымында атап айтар болсақ, Тілеген Сүйіндік командалық әріптесіне ұзата қалар ма екен, әлде өзі барып тастай ма, көрейік. Бірақ қазір өзі қазандығына, яғни өз алаңында қарай ойын көрсетіп жүр. Міне тағы да салым салуға мүмкіндік бар еді. Алайда 5-10 сантиметр сыртқа шығып кеткенін көрдік. Енді қызылордалықтардың алаңдағы шеңберде жалғасатын болады. Бұл ойын барлық команданың өкілдері бірдей қатысуға міндетті. Серке жерден көтерілді. Тағы да Шымкент. Тағы да мықтылық. Міне, шабуыл басталғандай. Әділет Мамыт тағы да. Қараңыздаршы, Серкен тағымға басып, аттың үстінде қалай қимылдайды шіркін. Міне қазір салым салуға мүмкіндік еді. Бірақ біз төрешінің қолын жоқ деп бұлғағанын көрдік. Демек, Серкенің кішкентай сирағы қазандықтың ту сыртында қалып қойған. Мына мәшиненің 4 дөңгелегі іспетті.
алдыңғысы қалай жылса артқысы солай дөңгелейтіндей қос тайым бірдей өрбіді. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттерінің пайдасында екінші таймның басындағы қызылордалықтардың серкен тақымға әзірге бірінші және соңғы рет жалғыз рет басқанын көріп енді ойынның өрнегі басқа жақ қарай ойысады екен деп күтіп едік. Алайда Шымкенттің жігіттері оған дес берер емес. Қазір міне салым салуға мүмкіндік және салым деп есептей берсек бола ма екен? Әрине болады. Дәулет Айтан бұл ардақты ағайын. Атшулы көкпаршысы, Оңтүстік Қазақстан облысының 1995 жыл туған өте жас спортшы, миллион қара міне тізгіндеген аты. Ойынның 39 минутында осылайша тағы бір салымның авторы атанды. Бәлкім бұл соңғы салым болуы да мүмкін, себебі санаулы секундтар ғана қалды. Жалпы көкпарға берілетін уақыт 40 минут. Осы 40 минуттың ішінде біз өздеріңізбен бірнеше мағлұматтармен бөлісіп кетеміз. Осы 40 минут көп нәрсені шешеді. Сонымен соңғы сәттер оңтүстік әлде болса сылбыр қимылдап жатқан жоқ. Барынша ең мықтылармен ойын көрсетуде. Бірақ төрешінің уақыт дейтін ысқырығы бұл жерде Оңтүстік Қазақстан облысының палуандарының шабуылын тоқтатты. Бәрекелді. Есеп 10-0 ардақты ағайын. Қызылорда бүгін мүлдем салым сала алған жоқ. Есесіне Оңтүстік Қазақстан облысының палуандары 10 салыммен алға шықты. Енді Ақтөбедегі жастар чемпионатының басқа ойындарында құрметті көрермен Казспорт телеарнасын тамашалайтын боласыздар. Ал өздеріңізге қызмет істеген комментаторларыңызбен Қайырхан Мәулен. Бұл көкпар бағдарламасы Ақтөбе қаласында өтіп жатқан жастар арасындағы ел чемпионаты. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Жарқын Жарақбаев. Казспорт қашанда мұндай байрақты бәсекелерді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып келеді. Ондағы мақсат өздеріңізбен жеңіске бірге жету. Аман сау болыңыздар.